Ақтау фильм медиа ұсынады. Фильм Қанат Майлыбаев. Kızım, sabahını dayındadın ba? Ya mama, sabahımı dayındadım. Жарайсың kızım. Мам, ауылға қашан барамыз? Бұйырса жаңа жылдан кейін барамыз. Мама, біздің сыныпта 5 теңгеден апайым туған күніне сыйлыққа жинап жатыр. Ертең берсем бола ма? Жарайды. Ой, жаным, сол. Жаным мен. Бері қара, көп мылжыңдап сөйлей бермесің. Естің ба, мен саған айттым, мылжыңдап тұрсың, мен саған айттым, мылжыңдай бермедім, сол күніне барып құтырайын дедің ба сен, а? Қойш, қоя қойш, қазір баланы шошытасың, қойш. Тоқта, несің ала? Үшін бөлініп жүрсің сен, а? Қойш! Сасып, а? Қойш! Жауап бердім саған, дұрсыңды айт. Саған айтып тұрмын, не деп тұрсың сен? Өтем, қоя қойш, өтем. Келесіде осында ес байқайтын болсам бар ғой, ол түрем естің бе, менен жасал күтпе. Жұпа бармайсың, араға дүкеннен бармай. Ал, ішкі істер бөлім тыңдап тұр, айта беріңіз. Алло, тез келіңіздер. Менің күйеуімді өлтіріп қойдым. Сабыр сақтаңыз, мекен-жайды айтыңыз. Мен сендерге айтып тұрған жоқпын ба? Күйеуімді өлтіріп қойдым деймін. Пәтер.
Біз әлі үйленген жоқпыз. Мен әке болуға дайын емеспін. Сонда сен айтқан сөздерің барлығы өтірік болғаны ма? Жоқ. Мен бұлай болады деп ойлаған жоқпын ғой. Енді? Менің әке-шешем түсінбейді. Сонда менің әке-шешем түсінеді деп ойлайсың ба? Таңат, сен маған бір айдан кейін сырға саламын деп уәде бердің. Мен саған сендім, шын жүрегіммен жақсы көрдім. Жаным демеш. Неткен екі сөйлейтін оңбаған едің. Саламатсыз ба? Кіруге бола ма? Кел отыр. Апай, мен Карланың атынан келіп тұрмын. Сіңілім ау, абай болмайсың ба? Қазір деген ешкімге сенуге болмайды. Жігіттер деген сүйем, күйем дейді да, кейін лақтырып кетеді. Ден намыс жоқ қазір жігіттерде. Көп болды ма жүрегің айнып жүргеніне? 3-4 күн болды. Жақсы. Сіңілім, қаз онда мен сені жақсылап тексеріп алайын, одан кейін айтам саған. Еш ойымдама, бәрі жақсы болады. Жарайды. Жүр менімен. Алло? Сәлем, Карла. Қалайсың? Сәлем. Иә, жақсы. Не болды, бардың ба дәрігерге? Иә, жаңа кіріп шықтым. Бәрі жақсы деді. Айтқандай менде жақсы жаңалық бар саған. Иә, айта бер. Мен саған пәтер тауып қойдым. Бір апам пәтер бос тұрған, қазір 1 сағаттан кейін жұмыстан шығып сонда барам. Мекен жайы WhatsApp-пен жазып жіберем, жарай ма саған? Иә, жақсы, күтем. Рахмет саған. Көріскенше. Сәлем. Қалайсың? Сәлем, жақсы өзің? Жүр, пәтер мына үйде. Саған пәтер тауып жақсы болды ғой. Пәтер дегенде ремонт жоқ. Жарайды, ештеңе етпес. Бірақ тұруға болады. Ыстық су, мұздай су барлығы бар. Пәтердің табылғаны жақсы болды. Ал туалет, үй осы. Ескі пәтер екен. Көрініп тұр, бұрыннан ешкім тұрмаған. Иә, кел отыр. Карла, сенің апаң қайда? Апам? Апам деген Астанаға жұмыс бабымен ауысып, сонда көшіп кетті. Почти 1 жыл болды, енді мына пәтерде ешкім тұрмайды. Түсінікті. Айтқандай, ас үйде ыдыс-аяқ барлығы бар, қолдана берсең болады. Жақсы. Айтпақшы, Таңат телефон соқтым өзі? Жоқ, телефон соққан жоқ. Нағыз оңбаған екен, я? Айтпа, оның кешегі айтқан сөзі жетеді. Соның өзінен барлығы түсінікті болды. Ал, анаң қалай біліп қойды? Анама Таңаттың мамасы телефон соғып айтқан. Еще айтқан ғой, сенің қызың менің баламнан 2 қабат деп шантаж жасады деп айтқан. Кейін кешке үйге барсам барлығы мені күтіп отыр екен. Сөйтіп айқай шу болып, мамам киімдерін жинап үйден кет деп қуып жіберді.
сол Таңат бар ғой, басында көргенде ұнаған жоқ еді. Уайымдама енді, барлық жақсы болады. Сен осы үйде қалағанша тұра бер. Рахмет саған, Карла. Жақсылығыңды ұмытпаймын сенің. Оқасы жоқ. Қой онда мен үйге кетейін. Айтқандай, Жангүл, ұмытып бара жатыр екем. Мына диванның астында апам нәрселері тұр еді, ашпай қойшы, жарай ма? Жарайды, теспеймін ғой. Жақсы, онда мен үйге кетейін. Есікті жауып ал. Егер бірдеңе керек болса хабарласасың ғой. Рахмет саған. Жақсы, есікті жауып ал. Алло, мен саған айттым ғой мені мазалама деп. Неге түсінбейсің? Кеше мен ашумен қатты айтып қойдым. Қайта бастамашы. Қайдасың? Кездесейікші өтініш, 5 минут сөйлессек болды. Кеше айтарыңды айттың. Не дегің келіп тұр? Мен сені үйің іздеп барып едім. Анаң айқайлап ұмыт. Енді бұл үйде тұрмайды деп қуып жіберді. Иә, мен өз үйімде тұрмаймын. Сенің кесіріңнен қара бет болып отырмын енді. Жангүл! Тоқташ, сөйлесейік. Сенімен сөйлесетін тіптен уақытым жоқ. Өтініш, тоқташ. Мен әке-шешемен сөйлестім. Мен сені алатын болдым. Мен шынымды айтып тұрмын. Менің қайда тұратынымды қайдан білдің? GPS арқылы. Есіңде ме, телефонымызға орнатқан болатынбыз. Рас білгіш екенсің. Кеше қайдасың деп неге сұрадың? Ол кезде қобалжып есіме түспепті. Мені мазалауыңды доғар. Бәрі бітті. Кешірші мені. Таңат, мен естір әңгімемді үйдегілерден де, сенен де, сенің шешеңнен де естідім. Қашан мен саған екі қабатпын деп шантаж жасадым? Кешірші мені. Кетші! Тыныштық па, Жангүл? Иә. Таңат, су жоқ құдыққа шелек тастаудың қажеті жоқ. Су бар кезде бағалау керек еді. Енді мазалап Жангүлдің басын ауыртпа. Карла, сен араласпаш. Бұл сенің шаруаң емес. Одан да өз өмірің дұрыстап ал. Солай ма? Мен өмірімнің қай жері қисық екен? Мене білмейді дейсің бе? Сау шешелеріңді жындыханаға тығып әкең өлгеннен кейін. Так что маған ақыл үйретуіңді тоқтат. Жеген әңгіме. Мен мына сен сияқты қатындардың әңгімесін айтып тұрған жоқпын. Кетші басымда қатырмай. Жүр, Жангүл, кеттік. Жангүл, не үшін сөйлесіп тұрсың ана оңбағанмен?
кешегі болған жағдайдан кейін қай бетімен келіп тұрсың? білмеймін қалай тауып келген. Еще әкірің деп қояды ғой маған. Карла, сенің анаң шынымен де жындыханада ма? Жоқ. Анам 1 жыл болды басқа қалада тұрады. Әкем екеуі ажырасып кеткен. Кешірші, ыңғайсыз сұрақ қойғаным үшін. Ештеңе етпейді. Кел, шай ішеміз. Айтпақшы, Жангүл есіңде ме? Нені? Алдында интернетте жазып жатыр еді ғой. Бір топ қыздар мен жігіттер жоғалып кетті деп. Есімде жоқ. Короче, жазда қыздар мен жігіттер база отдыхқа барғанда із-түзсіз жоғалып кеткен ғой. Содан іздеп таба алмаған. Олар табылмаса, теңізге батып кеткен шығар? Жоқ, тыңдаш. Кеше солардың денесі табылды деп интернетке шықты. Мейдағада жүрген бір шопан тауып алыпты, мал бағып жүрген. Өздері теңізге барып, Мейдағадан ағып жүр. Соны түсінбедім. Құрсын, қазір наркоман маньяктар көп қой. Таслақтырсаң наркоман. Айтпа, бірақ бар ғой, сол жоғалған қыздардың фотосын көрсем, как будто танитын сияқтымын. Біреуге ұқсатқан шығарсың? Жоқ, шынымды айтам. Фотоларын көрсем, бір түрлі жүрегім ауырып кетеді. Кіршан кетен деген бе, Карла? Қадырасың. Карла, мен ата-анамды ойлап күнде уайымдаймын. Не дегенмен, үлкен адамдар ғой. Не болды? Не болды, Карла? Қолым шыңдап, басым алып кетті. Су ішші. Жүр, жада тұршы, жүр. Қалайсың, Карла? Жақсардың ба? Иә, сәл жақсарып қалдым. Қой, мен үйге кетейін. Бара аласың ба мына түріңмен? Иә. Точно? Точно бара аласың ба? Иә, барлығы жақсы. Уайымдама. Үйге жеткен соң маған жаз да, жеттім деп. Сау бол. Сау бол. Ассалаумағалейкум. Досым, қалайсың? Уағалейкум ассалам. Шүкір, жайлап. Не хабар, көрінбейсің ғой? Қой, аманшылық. Өзеннен кеше келдім сол. Не болды мәшінге? Күнімен бұзылып қанымды ішті. Басқа не хабар? Қой, аманшылық. Айтпақшы, естідің бе? Жазда қыздар мен балдар жоғалып кетті ғой. Солардың денесі табылды дейді ғой. Иә, естідім. Қызық. Теңізге шомылуға барып, бірақ денелері Мейдағадан табылды. Мүмкін теңізге барамыз деп, кейін жоспарлар өзгеріп кеткен шығар. Мүмкін. Бірақ бәрі бірдей өліп қалғаны қызық. Хотя біреу қашып құтылмаған. Бұл жерде бірдеңе бар. Нашақорлар шығар. Қазір жастардың бәрі мефке отырып алған. Ана досымыз Джоханның өзі. Мефтің кесірінен көлігін сатты, қатынмен ажырасты, енді жүр қаңғып. Айтпа. Айтпақшы, өзіңде не хабар? Той қашан? Үйдегілер не дейді? Үйдегілер асықпа деп отыр. Әнің армиядан келсін, сосын үйленесің дейді. Күзге дейін күт деп отыр. Жалпы, жағдайдың бәрін айттың ба? Әкемнен қорқып айтпадым. Сен қуасың ба? Басың жұлбаса да айт. Бүгін айтайын деп отырмын. Досым, өзің білесің, Жангүл жақсы қыз. Екеуің бір-біріңді жақсы көресіңдер. Қолыңмен жасағанда мойныңмен көтер, еркек. Тағдырмен ойнауға болмайды. Иә, дұрыс айтасың.
мына жерді қарашы, мына астында бір болт болса. Таңат, тоқтай тұршы, әңгіме бар. Сәлем бердік. Тыңдап тұрмын, айта беріңіз. Мен сені тыңдап тұрмын. Сендер не былықтырып жүрсіңдер? Мен Жангүлді алмайым деген жоқпын. Шешең басқаша әңгіме айтып отыр. Біз жай ғана ұрыстық. Сосын мен үйдегілер дұрыс түсінбеуі мүмкін дедім. Үйленем деген кезде әкем әскердегінің күт, сосын үйленесің деді. Бірақ Жангүлдің аяғы ауыр екенін айта алмадым. Сонда әкең айтуға қорқады екенсің. Ал Жангүлдің жағдайын ойламадың ба сен? Шешеңнің айтып отырғаны анау. Ол қандай жағдайда жүргенін білесің ба сен? Білесің ба деймін саған? Иә. Білсең тыңда. Адам құсап, Жангүлді айттырып аласың. Я болмаса түрменің түбінде шірейсің. Түсіндің ба? Саған адамның өмірі ойыншық па? Намысың қайда? Еркек емессің ба сен? Берген сөзің қайда? Әлі де ана әке шешесі мен ағалары сабырлық танытып отыр. Елге күлкі болмайық деп. Ал сенің жүрісің мынау. Шешеңнің айтқанынан шыға алмай. Бас айналған қой сияқтысың. Тағда айтам. Әлі ешкім білмей тұрғанда татуласып шаңырақ құрыңдар. Олай болмайды екен, бізден жақсылық күтпеңдер. Ескерткенім. Ағасының тамырын басып отырғаныма рахмет айт. Мен болмасам, Құдай білсін не болатынын. Алло, сәлем бердік жеңеше. Амансың ба, Еркежан? Жақсы, аман есен. Еркежан, сенімен кездесейін деп едім, айтар әңгіме бар. Үйге келсеңізші, мен құрбымның үйіндемін. Ұят емес па? Жоқ, ештеңе етпейді жеңеше. Мен жалғызбын. Адресін жазып жіберші WhatsApp-қа, жарты сағаттан соң барамын. Аха, қазір жазып жіберем сізге. Қазір. Сәлем жеңеше. Амансың ба, Еркежан? Қалайсың? Төрлетіңіз. Құрбың қайда? Құрбым, жұмысында кешке келеді. Мына үйде көптен ешкім тұрмаған сияқты ғой. Иә, құрбымның үйі ғой. Апасының үйі. Бірақ та бір жыл болды, ешкім тұрмайды. Түсінікті. Қой, мен саған келген себебімді айтайын. Шай ішіңіз жеңеше. Отыр. Үйде ата-енем сені қатты ойлап уайымдап отыр. Кеше атамның давлениесі көтеріліп кетті. Енді ешкім баласына жамандық ойламайды ғой. Ана жігіттің ата-анасымен сөйлестім. Кеше шешесі айтады, шынымен де менің баламнан көтерген болса, ДНК көрсетсін дейді. Действительно, балам кінәлі болса, бір амалын жасайым дейді. Жеңеше, мен ештеңе дәлелдемеймін. Керек болса өз баласынан сұрасын. Еркежан, ақылға сал. Бір ашуыңды бер. Көп уақытыңды алмайды ғой. Бір ғана минутың кетеді. Ертең ел жұрт естісе, ағайын туыс естісе, не дейтінін білесің ба? Ойладың ба жалпы ол туралы? Жеңеше, бәрі бітті.
Мен баланы алдырып тастадым. Ей, не дейді қасқа? Ей, қашан? Шын айтып отырсың ба? Иә. 2 күн бұрын. Ей, неге олай еттің? Маған бір ауыз айтпадың ба? Жеңше, ел жұртқа күлкі болмасын деп, үйдегілерге қырсығы тимесін деп жасадым. Қасқа. Енді ешкімге айтпа бұл туралы. Үйдегілермен өзім сөйлесем. Аллам, кешіре көр. Не істеп қойдың сен? Үйге біреу келді ма? Жоқ, есік жабық тұр. Тоқтай тұршы. Нәрсе бар мына үйде. Қойыңызшы жеңше, адамды шошыта бермей. Или бұрын болған ба? Маған ұнап тұрған жоқ мына үйдің энергиясы. Білесің ғой бұрын адам қарағанымды. Тазалашы мына үйді. Нан пісір, иіс шығар, Құран оқыт, аласта. Әйтеуір тазала мына үйді. Жақсы жеңше. Маған сен Еркежан, мына үйдің энергиясы ұнамай тұрмаған шынымен де. Жақсы, иә. Мен кетейін, ағаңыз деп қалар. Тазала мына үйді. Жақсы жеңше. Мен кеттім, аман отыр. Жақсы жеңше. Мына үй бар ма? Ұнап тұрған жоқ шынымен де. Тазалашы, иә? Сосын уайымдай берме. Бұл да бір Алланың ісі ғой. Сынақ. Ештеңе етпейді, бәрі жақсы болады. Иә? Жақсы. Аман отыр. Сау болды жеңше. Сау болсын. Бұлбан? Сәне. Сен келмейді ғой, ұйықтайын деп отырайын. Не жаңа? Не айтайын деп едің? Келіп отыр. Не жаңалық? Не айтайын деп отыр едің? Бағана түсте деген жеңгем келіп кетті. Жайма, не үшін? Ол кісі деген Таңаттың шешесімен сөйлескен. Содан. Таңаттың мамасы айтқан. Ішіндегі баласы менің баламнан болса, бір амалын жасаймыз деген. Пусть дәлелдесін деген ғой. Қуама шешесі? Сол ғой. Сосын мен айттым. Сенбесе өз баласынан сұрасын дедім. Дұрыс айтқансың. Құтырған екен шешесі. Сол ғой. Ал баланы алдырып тастағанды айттың ба? Иә, айттым. Жеңгем шошып кетті. Ел жұртқа күлкі болмайын деп алдырып тастадым дедім. Онда айғайдың көкесі алда дешеше. Иә. Айтпа. Бірақ қазір маған уже бәрі бір. Өз өмірімді өзім шешем. Иә, енді дұрыс айтасың. Бірақ ертең Таңат білсе не айтар екен?
Білсе біле берсін. Ол өзі ғой бас тартқан. Шешесінің сөзінен шыға алмай. Жангүл, бір рет жаман жер бассың, екінші рет баспасын деген ғой. Саспа, баспаймын. Жангүл, не болған жағдайда да Таңатқа өзің айтқаның дұрыс. Я, солай ойлағам өзімде. Я, айт, басыңды кесіп алмас. Бұйыртса, ертең телефон соғып кездесем. Білесің бе, Карла, менің жеңгем адам емдетті. Бағана түсте келгенде, мына үйдің энергиясы жаман, үйді аласта деп менің басымды қатырды. Қош қызға. Я. Ей құрсын, келсін онда, өзің қосып аласта жүрек. Ай, шындығыз. Бүгін сенің күнің қалай өтті? Бүгін кішкене ауырлау күн болды. Шаршадың ба? Жақсы онда, ұйықтайық. Қайырлы түн. Қызым кел, құмалақ ашып берейін. Қажет емес, рахмет. Жақында кешірілмес күнә жасапсың. Қасыңдағы переден сақ бол. Қасыңда білесің, қандай адам жүргенін жақында. Сақ бол. Алло? Жангүл, қайдасың? Базардан шықтым. Аялдамада автобус күтіп тұрмын. Ешқайда кетіп қалма, қазір барам. Жарайды, күтем. Привет, қалайсың? Не хабар сонымен? Ешқандай. Базарға келдім тамақ алу үшін. Не болды, көңіл күйің жоқ қой? Бағана базардан шыққан жерде бір құмалақшы әйел бір нәрселер айтып адамды шошытып жіберді. Не деп? Үлкен күнә жасадың. Қасыңдағыдан аулақ жүр дейді. Қой құрсын, мән берме. Сандырақтай береді. Жүр, кеттік. Кел, кір. Кел, Карла, отыр. Хабар айт. Ой, құрсын, ешқандай хабар жоқ. Өзіңнен не хабар? Мен хамберлет тастаймын. Жетінам пісіріп. Құран оқып жүрмесе. Жай ма? Не үшін? Соңғы кездері жаман түстер көріп шошып жүрмін. Бір жағынан өмірім жақсарсын деп Аллаға дұға еткім келеді. Ей құрсын, сенде жай ғана стресс немесе депрессия ғой? Адам өзі стресс, депрессия кезінде жаман түстер көреді. Саған деген бар ғой?
антидепрессант ішу керек. Менде үйде бар, ертең әкеліп беремін соны саған. Рахмет. Қорқасқа мен үйге дейін отыра бермеймін. Жаңа ғана келдің ғой, шай де болған жоқпын әлі. Жоқ, рахмет, срочно үйге баруым керек мен. Тыныштық па? Иә, бағана кір жайып кеткен ғой далаға. Солар ұшып кетпей тұрып енді жинап алуым керек. Жақсы. Жақсы, сау бол. Болды, рахмет. Жеткен соң жаз маған. Иә, көріскенше. Алло, Қайдасың? сәлем, қалайсың? Кездесе аламыз ба? Иә, Менің үй жағыма кел, сөйлесуіміз керек. жарайды. Сәлем, қалайсың? Сәлем, жақсы. Жайша шақырдың ба? Әңгіме бар, Таңат. Мен үйдегілермен сөйлестім, барлығы жақсы болатын болды. Екеуміз бөлек тұрамыз, бәрі жақсы болады, уайымдама. Таңат, мен баланы алдырып тастадым. Түсінбедім. Не деп сандырақтап тұрсың? Не естідің сол? Менің басқа амалым болған жоқ. Ел жұртқа күлкі болғым келмейді. Неге ақылдаспайсың? Не деп ақылдасуым керек? Алдында сен айтарыңды айттың. Мен саған адам құсап, шындықты айтып отырмын. Жангүл, мен сені танымай тұрмын. Мына жауыздық қайдан пайда болды? Сен итермелеген осы жауыздыққа. Сен жігітсің. Саған бәрі оңай. Мен әке-шешем, бауырларымның барлығы бас тартып отыр. Маған не, оңай дейсің бе? Неге бір ауыз айтпайсың? Таңат, болар іс болды. Бұл кінә менің мойнымда. Саған айтарымды айттым. Жүре берсең болады. Өкінішті. Мен бізге жақсы болсын деп едім. Сен дегенің жасадың. Қош бол. Қалайсың, Таңат? Не болды, тыныштық па? Ана Жангүл баласын алдырып тастапты. Кім айтты? Жаңа өз аузына естідім. Баш жасай ма ана қыздың? Не үшін, себебін айтты ма? Мені бас тартты деп ойлаған, әке-шешесінің алдында ұят болмасын деп алдырып тастапты. Мәссаған, не дейді? Мен одан ондайды күтпедім. Енді? Не енді? Болар іс болды. Жангүлді алмақ түгіл, бетіне қарағым келмейді. Анамның айтқан дұрыс болыпты. Қасында жүрген құрбысы айдап салған шығар, алдырып тастады деп. Ол нағыз мыстан. Айтқан шығар, әкесі өскен бала қу жетім, алмаса алдырып таста деп. Мүмкін. Жарайды, досым, уайымдамаш, бәрі жақсы болады. Жүрші, одан да бір жерге отырып сыра ішейік. Жүр. Жангүл, жаным сол, уайымдамаш. Қайта айтқаным дұрыс болған. Әлі-ақ барлығы жақсы болып кетеді, уайымдамаш. Карла, мен өзімнен өзім жеркенем. Жангүл.
Senin ешқандай кінәң жоқ. Сен менің қандай күнә жасағанымды білесің бе? Жангүл, біз барлығымыз күнәһармыз, білесің бе? Пәк ешкім жоқ. Тыныштал. Барлығы жақсы болады, Жангүл, жыламашы. Менен ата-анам, бауырларымның барлығы бас тартып отыр. Не істеймін енді, Карла? Барлығы жақсы болады, Жангүл, жыламашы. Мә, жыламашы, су ішіп алшы. Өз-өзіңді қолға алшы, барлығы жақсы болады. Білесің бе, егер әкемнің ақылын тыңдағанда, дәл бұндай күйге түспес едім. Мә, Айтып отырмын ғой, егер дәл ақылын тыңдағанда, дәл бұндай күйге түспес едім. досым, қатырасың. Досым, неге бұлай болып кетті? Жота алдымыздан бір өткен сияқты. Қумаш, ешкім жоқ қой мына жерде. Нан ұрсын, бір өтті деймін, жүгір. Досым, мен саған мұңымды айтып келдім. Сен не деп қуып тұрсың? Сен массың. Сен не мас емессің бе? Сен де массың ғой. Жарайды. Сенбесең сенбей ақ қойшы. Өзің біл. Мә, шек, ұста. Мен саған мұңымды айтып кетсем, не деп болып кетсің? Жарайды, досым. Сен нағыз достың. Мен сендей досым болғанына қуанам, досым. Бұл тек сен уайымдамашы, досым. Мен айтты дейсің, міне, мен айттым. Бәрі жақсы болады. Бұл Давай. Бүгін менің туған күнім, ойбай. Неге халқым тойламайды, ойбай.
Әмин. Әкеліңіз, маған беріңіз жеңеше. Жеңеше, үйдегілер не деп жатыр? Сені ауырып ішіңдегі бала түсіп қалды деп өтірік айт. Атам білмейді. Енем жылап отыр уайымдап. Солай айтқаныңыз дұрыс болды. Еркежан, Ау, сен үйге келсеңші, сабырмен отырып сөйлесейік. Бір шешімі табылады ғой. бара алмаймын жеңеше. Тәтім бармайды. Енді ұялам деп жүре бересің ба? Кім жаман жер баспайды? Ағаң Астанаға жіберем деп отыр. Со жақта жұмыс жасайсың, ұмытасың бәрін. Иә, өзім де солай ойлағам. Астанаға кетем ба деп. Дұрыс. Еш еңсеңді түсірме. Бәрі жақсы болады. Таң атты мамасы телефон соғып жатыр. Алшы. Қарықсатқыр қаншық, сен кінәлісің бәріне. Не деп сандырақтап тұрсыз? Аузыңызға қарап сөйлеңіз. Алып келші бері. Күміс, шыдамыңда шегі бар шығар? Сен кімсің қарғайтын? Рахмет айт ана балаңны әлі күнге дейін ар жазбай отырғаныңызға үстінен. Менің балам асылып өлді. Сендердің кесіріңнен оңбағандарын. Не деп сандырақтап тұрсың? Не болды жеңеше? Таң ат. Өз-өзін асып өлтіріпті. Жеңеше, мен таң атқа баруым керек. Көруім керек. Отыр, қозғалма. Көруім керек жеңеше. Отыр дейін саған. Отыр. Өзім барам. Өтініш алшы, Карла. Өтініш алшы. Алло. Карла. Ал, не болды? Тыныштық ба? Тағаттан айырылып қалдық. Не деп сандырақтап тұрсың, Жаңгүл? Сабыр сақта, сен қайдасың қазір? Кеш. Үйдемін мен. Жаңгүл, барлығы жақсы болады, тұршы. Жаңгүл, есін жи. Жаңгүл, жыламашы, өтінемін. Есін жи, жақсы болады, Жаңгүл. Карла.
Таңат, Сарайды атыл қалыпты. Сен түк кінә жоқ. Қыздың жүрдің дос баласының телефон номері жоқ. Алло, Мақсат, мен ғой Карла. Маған қай беттеріңмен звондап тұрсың? Мен білейін демедім, не болған? Мен досымнан айырылдым. Маған қай бетіңмен звондап тұрсың? Егер Жангүл осылай істемегенде мен досымнан айырылмас едім. Ол жай ғана айтқан шығар. Егер Жангүл түсінгенде, бұлай болмас еді. Ертең көрерміз сендер Жангүлдің қалай бақытты болған. Сен аузыңды жап, сен сөйлеме. Білем сен сол. Бұл істің артында сен тұрғаныңды білем. Мақсат! Мақсат, иә, мен айттым баланы алдырып таста деп. Не болды? Әлде алимент төлеп өзің ақып берейін деп едің? Сенің досың дұқ слабый болғанда біздің түк күнәміз жоқ. Дегеніңе жеттің бе? Ал енді келесі кім? Келесі кім деймін саған? Жангүлдің не кінәсі бар? Таңаттың не кінәсі бар? Одан да мені ал, мені өлтірші.
мен